Сәлем достар, қалайсыздар? Міне бүгін біз осындай әдемі, сәнді көшеге киетін тапочка тоқитын боламыз. Міне алдымен сіздерге табанның түрлерін таныстыра кетейін. Міне осындай табан болады. Міне мына тоқылатын жері іш жағында орналасқан. Сол себепті мынау мысал үшін 38-39 деп тұр, иә? Ол бірақ 2 размерге кішірейеді. Қазір мынау бізде 36 размер. Міне тоқылғанда 36 размерге келеді. Енді мынандай детский табан бар, гелевый, міне майысады. Сосын оның жаңағы тоқитын жерлері міне өзінде орналасқан. Өте жаңағы сапасы керемет, сапалы. Сосын мынандай табандар бар, міне. Ол шетінде міне кәдімгі жіптің аты қалай еді? Солай тоқылған әдемілеп. Ол жаңағы сетінеп кетпейді, өте мықты тоқылған. Капрон жіп дейді ғой, жаңа аяқ киімдер тігеді ғой. Міне сондаймен мықтап тоқылған. Тоже гелевый, прям күшті табандар. Сосын мынандай табандар, міне. Ол енді жаңағы кроссовки, сондай тоқуға, тапочка тоқуға да әдемі келеді негізінде. Міне бұл да жаңа капрон жіппен шеттерінен осылай тоқылған. Міне табаны осындай өзгеше. Кигенде шамалы биік болып, әдемі болып тұрады. Аяққа өте ыңғайлы. Сосын жаңағы көрсеткенімдей табанның әртүрлі түстері бар, міне. Розовый, ақ. Бұл да мысал үшін 2 размерге кішірейеді. Міне 34-35 болса, бұл енді уже детский размер болып кетеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне басы ашық, осындай сәнді тапочка тоқимыз. Ұзоры өте әдемі. Сосын формасын жақсы ұстайды. Бұндай жіп міне макраме деп аталады. 2 миллиметрлік. Міне. Өте сапасы керемет. Түркиядан шығарылады. Жууға болады. Енді іске кірсек. Бізге крючоктар, міне. Мен өзім мына крючокты өте қатты ұнатамын. 2,5. Сосын мынау 2,5 сіздерде болмаса, мынандай 3-түкпен тоқуға болады. Бірақ мына 2,5-мен тоқитын себебім, мына жерде мыналарға тоқыған кезде мына кіргізуге өте ыңғайлы да, басы жіңішке болғандықтан. Сосын үстін тоқитын кезде мына 3-пен тоқысаңыздар болады ары қарай. Бірақ мен мынаумен жалғастырып тоқи беремін. Сіздерге енді әркімге әрқалай, маған енді осы крючок ыңғайлы. Сонымен қазір енді мына шетінде тұрған жіп, капрон жіппен тігілген, міне осыларға тоқитын боламыз. Қазір міне мыналардың каждыйына 2-ден тоқып кететін боламыз. Айналдырып тоқып шығамыз. Қазір көрсетемін. Біріншісі бізде міне тоқылып тұр. Енді екіншісін тап солай бірдей қылып тоқу үшін қай жерден бастадық, соны былай өлшеп аламыз. Екеуі бірдей болу керек. Міне. Міне осылай өлшейміз, міне. Міне, значит, мынадан бастаймыз қазір. Шамалы кіргізген кезде қиындау болады. Сол себепті мынандай шамалы үшкірлеу, 2-лік, 2,5. Желательно 2,5 жақсы. 2,5-мен тоқсаңыздар, олар шамалы ұштары үшкірлеу болады. Сол себепті мына жерде кіргізуге өте оңай болады. Міне. Жібімізді осылай іліп аламыз. Сыртқа қарай шығарамыз. Шығардық. Мына кончигін осының ішіне қосып тоқып кетеміз. Тағы да сол жерге жіпті бері қарай шығардым. Осы екеуінен өткіземін. Тағы да келесісіне, міне. Келесісіне. Мынаны көріп тұрғандарыңыздай, кончигі ішінде қалып жатыр бізде. Ішіне қосып тоқып кетемін. Біреу,
Енді екіншісіне тап сол жерге тағы да. Осылай осы екеуінен өткіземіз. Тап солай бүкіліне екі-екіден тоқып шығамыз. Бірінші тоқығанда шамалы осылай қиындау болады, өйткені мынаған кіргізу шамалы қиындау. Мықтап тігілгесін, ол қатты тартып тігілгесін, солай болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне жайлап бізде көтеріліп шығып келе жатыр. Міне көріп тұрғандарыңыздай айналдырып тоқып шықтым. Міне енді мына жерден манағы бастаған жерімізге әкеліп екеуін біріктіруіміз керек. Міне мынаған салдым, бері қарай шығарып аламын. Шығардым, сосын сразу мына петлядан өткіземін. Міне. Сосын жоғарыға бір рет көтерілемін. Осылай. Енді бізге мына жерін тоқимыз. Міне. Мына жаны бөлек тоқылады, сосын үсті бізде бөлек тоқылады. Қазір біз екі қатар былай тоқып шығатын боламыз. Не қараңыздар. Әр қайсысына бір-бірден тоқимыз. Салдым, жібімді бері қарай шығарып алдым. Екеуінен өткіземін. Салдым, бері қарай шығарып алдым. Осы екеуінен өткіземін. Тап осылай, қазір айтамын. Ол сосын әр размерде әртүрлі болуы мүмкін. Қазір менде мына 36 размер ғой. 36 размерде мына жерде 20 болуы мүмкін. Сіз мүмкін одан үлкен размер тоқитын шығарсыз, ол одан да көп болуы мүмкін. Сол себепті міне қай жерге дейін тоқу керек екенін айтайын. Сосын біреулер көбірек ашық болғанын қалайды. Олай да жасасаңыздар болады. Міне шамалы былайрақ басы көбірек ашық болсын десеңіздер, міне шамалы тоқисыздар. Если шамалы жабыңқы болсын десеңіздер, мына жерге дейін тоқисыздар. Мына менікі сияқты шамалы міне жабыңқы болады мына жері. Міне мен осы жерге дейін тоқыдым. Міне қараңыздар. Міне екіншісіне екеуі бірдей болу үшін міне менікі шамалы ашық, көріп тұрғандарыңыздай. Енді мына осылай біз кері қарай тағы да тоқимыз. Тағы бір қатар тоқимыз. Кері қарай тоқу үшін міне біз екінші қатарды бастау үшін бір рет осылай жоғарыға көтерілеміз. Өзімізге қарай айналдырып, осы тұрғандарға шетіне тоқимыз. Бәрі қайталана береді, көріп тұрғандарыңыздай. Міне кіргіздім, екеуі пайда болды. Екеуінен өткіземін. Тағы да көрсетейін. Екеуінен өткіземіз. Тап солай, міне мына жерге дейін тоқимыз. Міне тап осылай, міне кері қарай тоқып шықтым. Сіздерде осылай болу керек. Міне екі қатар тоқыдым. Енді мына жерде жібімізді қиямыз. Түбінен қимай, кішкене ұзындау етіп қиясыздар. Осындай етіп, сосын шығарасыздар. Сосын мына үстін тоқыған кезде мына арасына қосып тоқып кетеміз. Енді екінші жағын бастаймыз.
осының турасынан міне жібімізді іліп шығарамыз. Мына кончигін ішіне қосып тоқып кетеміз. Бұл да жаңағыдай қайталанады. Кіргіздік, бері қарай шығарып, екеуі пайда болады, осы екеуінен өткіземіз. Тағы да міне әрқайсысына бір-бірден тоқимыз. Міне екінші жағында міне былай қарай, сосын кері қарай тағы да екі қайтара тоқып шықтым. Енді мына жібімізді қимаймыз. Осылай тұрғанда міне осы жерге келдік қой, міне келдік. Енді ары қарай 10 воздушный петля жасаймыз. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Осылай міне төңкерген кезде міне ішінде осындай петлялар тұрады. Соларға тоқитын боламыз. Міне прям түбінен бастайсыздар. Міне 10 болу керек бізде осы жерде. Осы екеуіне міне өткіземіз. Тағы да міне келесісі міне осылай тізбектеп тоқи бересіздер. 10 қатар шығу керек сіздерде. Соңына дейін тоқисыздар. Соңына келдік. Енді мына жерге біз мұны біріктіреміз. Біріктіру деген не? Осылай кіргізіп, жібімізді бері қарай шығарамыз да, сразу мынадан өткіземіз. Сосын мына жібімізді жоғары тартып, мына үлкен моток жібімізді оның ішінен шығарамыз. Шығарып, былай түбінен тартып, мықтап тартамыз осылай. Осылай бекітіліп қалады. Енді екінші жағынан тағы да арасынан, міне, мынау бізде тоқылған петля, көріп тұрғандарыңыздай. Міне арасына біреуін тоқылмаған тастап кетеміз, міне. Біреуін, мына келесісіне, екіншісіне, үшіншісіне тоқимыз, міне. Мынау тоқылғаны, мынау ортасына біреуін тастап кетеміз. Мына біреуін, мына үшіншісіне тоқимыз. Міне жібімізді іліп аламыз. Мына жер осы жібіңіз арасында қосып тоқып кетеміз. Сол себепті мына екеуінің ұзындығы бір-біріне бірдей болу керек. Міне осылай. Сосын бір рет осылай іліп аламыз да, ары қарай мына шетінде тұрған, ең шетінде тұрған петляға міне кіргіземіз. Көріп тұрғандарыңыздай тоқылуы бәрі бірдей. Енді бұл жерде бізге мынандай узор шығару үшін, міне, бер жағында тұрған, мына екеуінен алмаймыз. Именно мына ішкі жағында тұрған петлядан аламыз, міне. Сонда бер жағындағы петля ол сызық сияқты болып, міне, узор сияқты болып, өз алдына бер жағында қалады. Сол кезде мынандай узор, осындай узор пайда болады.
міне көріп тұрғандарыңыздай мына екеуінен алып тұрған жоқпын, міне іш жағындағы петлядан алып тұрмын. Міне сонда бер жағындағысы өз алдына сызық болып узор болып қалады. Осылай әрқайсысына бір-бірден обычный узормен тоқып шығасыздар. Байқап тұрғандарыңыздай міне узор бізде қайталанып жатыр да. Міне салдық, бері қарай шығардық жібімізді, осы екеуінен өткіземіз. Үнемі осы қайталанып жатыр. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне соңына дейін тоқып шығасыздар. Міне соңына дейін тоқып шықтым. Міне мана бізде бірінші қатарда 10 қатар болды ғой. 10 қатар болды. Енді келесі қатарымыз 11, одан кейін қатар 12 деп солай көбейіп бара береді. Міне тағы да міне біріктіруін көрсетейін осы жерде. Біріктірген кезде міне мына жақтан біреуін тастадық қой, сол сияқты мына жақтан да міне біреуін тастаймыз да мына келесісіне біріктіреміз. Міне сосын жібімізді шығарып аламыз ішінен. Қытап тартамыз, сосын осындай болып қалады. Сосын мына жағы кейбір жағдайда мына жағы төмен, мына жағы жаңағы не болып қалады, сол кезде мына жағы жоғары болып қалады. Сол кезде мына кейбіреуіне біреуін тастамай, біреуіне тастап, солай жаңағы теңестіріп алуыңызға болады. Немесе мына жерді санайсыздар, екеуі бірдей болса, онда тоқи бересіздер. Немесе бірдей болмаса, жаңағыдай бір жағынан тастап, бір жағынан тастамай теңестіріп аласыздар. Санап отырасыздар үнемі. Міне біреуін тастадым, міне келесі қатарға келесісіне кіргізіп жатырмын. Мынау былай тартылып қалмау керек. Кішкене босатып, осымен бірдей болу керек. Міне бірдей болу керек. Бір рет іліп аламыз да. Мына айтқанымдай, мына узордың тек қана мына іш жағында тұрған петляға тоқимыз. Сонда мына узор осылай әдемі болып шығады. Енді бізде келесі қатар 12 қатар болады. Арасында, мына жібіміз арасында тоқылып кетіп жатыр. Екеуін бірге қосып ұстасаңыздар, солай арасына тоқылып кетеді. Бәрі жаңағы бірдей тоқылатын болғандықтан соңын көрсетейін деп жатырмын. Енді көріп тұрғандарыңыздай, қазір 10 қатар тоқыдым, соңғы 11-ші қатар тоқиын деп жатырмын. Мына кончигін қазір қосып бірге тоқып кетеміз. Айтқанымдай, мына жері бәрі бірдей болу керек, тартылып қалмау керек. Мынаны арасына қосып тоқып кетеміз. Арасына қосып тоқып отырмын, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай соңына дейін тоқып
тоқып шығасыздар. Бұл бізде соңғы қатар. Сізде 11 қатар емес, үлкен размер болса 12 қатар, 13 қатар сондай болуы мүмкін. 11 қатарына келдік. Енді мынаны қиып шамалы ұзындау. Осылай бір іліп аламыз да. Мына жібімізді мына жерден ары бері өткіземіз. Шетіне кетпеу үшін. Осылай ары бері өткізіп, бұл сосын мынандай макраме жіп, жаңағы шелковый сияқты жіп болғасын, оны күйдіреміз. Байламаймыз, күйдіреміз. Осылай кішкене күйдіреміз, міне балқытып, кішкене сосын үстінен былай басып қыламыз. Қолмен баса алмаймыз, өйткені қолыңыз күйеді. Осылай жақсылап бастырып тастаймыз. Сонымен тапочкамыз дайын. Узорын көрдіңіздер да, міне әдемі шығады. Осылай міне өздеріңіз қалағандай мына жеріне өзіңізге қалағандарыңызша сәндеуіңізге болады. Шынжыр қойып, немесе мына жеріне handmade деген жаңа кожадан жазу қойып, бирочка қойып, осылай екі шетінен тігіп, өз қалауыңыз бойынша. Китайский нені алғанша осындай тоқып киіп жүрсеңіздер болады, өте ыңғайлы. Нарықтағы бағасы 7-8 мың. Өз басым 8 мыңға сатамын. Күндеріңізге сәттілік, зейіндеріңіз ашылсын. Бірге бір тоқсаңыздар, дәл осындай болып сіздерде де тоқылып шығады.